Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері үзіліс жасап видео түсірмей кеттім. Бүгіннен бастап қолға алып отырмын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар, қолдау білдіріп отырыңыздар. Восточный пирогын дайындайтын боламыз. Бізге ұн, сары май, разрыхитель, сонымен қатар начинкасына грек жаңғағы, курага, мейіз, қант, жұмыртқа және де қойылтылған сүт қажет болады. Қажетті құрамның бәрін описанияға жазып қоямын. Алдымен үй бөлмесіндегі майды, ұнды, разрыхителімізді алып араластырып, осылай крошка болғанша араластыратын боламыз. Онан кейін бір жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Толықтай қанты еруі қажет. Мен бұл пирогты заказға дайындап жатырмын. Дәл осылай жасап заказға алсаңыздар да болады. Өте дәмді пирогтардың бірі. Қанты ерігеннен кейін ұнымызға жұмыртқамызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қолға жабыспайтын қамыр болуы керек. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Мінекей осындай әдемі қамыр болып шығады. Енді формамызға қамырымызды салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Біркелкі болып жайылып шықты. Енді ішіне начинкамызды саламыз. Мейізімізді, сары өрігімізді, сонымен қатар жаңғақтарымызды саламыз. Оның үстіне сгущенкамызды құйып шығамыз. Толықтай құйып шықтық. 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай, сондықтан қарап отырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.